Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен бірге біз Рамазанға ауызашарына арналған менюдің, мәзірдің екінші тағамын дайындайтын боламыз. Ол тағамға мен котлетпен қасынан гарнирге күріш тағамын таңдадым. Гарнирін өзіңіздің қалауыңызша әртүрлі өзіңіздің талғамыңызға қарай ауыстыра берсеңіз болады. Котлетті таңдаған себебім біз часто сәресіне 2 рет тамақ жасауға уақыт болмай жатады. Сондықтан котлеттерді көбірек қылып жасап, тоңазытқышқа қойып сәресіне жылытып жей беруге болатындай етіп, әйел адамның қамы үшін кішкене жеңілдетілген осындай варианттарды таңдап менюге кіргізіп жатырмын. Сондықтан менімен бірге болыңыздар. Каналға тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Котлетке келгенде негізгі әркімнің қалауы әртүрлі, сан түрлі бұның рецепттері бар. Мен сіздерге өзімнің жасайтын тәсіліме бөлісім келіп тұр. Негізі осы мясорубкадан мен фаршты 2 рет өткіземін. Себебі ет жұмсару үшін және де осы котлеттер сочный болу үшін 2 рет өткіземін. Негізгі разницасы өткізіп жатқанда сразу көрінетін болады. Және де құрамына міндетті түрде нан пісіретін нан қосамын. Және де осы нанды алдын ала сүтке жібітіп қоямын. Осы фаршты өткізіп жатқан кезде артынан нанды да қосып, осы етпен 50-де 50 қылып қосамын. Көбірек қосқанды жақсы көремін, себебі тойымды болу үшін. Негізі әдетте қара нан қосамын, бірақ дәл қазір қара нан емес, осы ақ нан болып тұрғандықтан оны да қоса беремін. Қатты маңызды емес. Және де осы нанды неге араластырасың, етпен де жасауға болады ғой, СССР-да қалып қалған меню деген сияқты әртүрлі пікірлер бар негізі интернет желісінде, бірақ маған осылай ұнайды. Және де әртүрлі қызанақтарды, көкөністерді қосуға болады өзіңіздің талғамыңызға қарай. Негізі осында мен болгар бұрышында қосқанды жақсы көремін. Және пиязды қосамын, және сарымсақ қосамын. Қазір этапны көрсететін боламын сіздерге. Қазір нанды өткізіп жатырмын. Және де осы алдын ала етті 2 рет өткіздім. Естеріңізде болсын. Котлетке келгенде негізі ешқандай шектеу жоқ. Әркім өзінің талғамына қарай жасай берсе болады. Өзіңізде үйде не бар, қандай дәмді қосқыңыз келеді, әр кезде әртүрлі қылып жасасаңыз болады. Өзіңіздің бір идеальный рецептіңіз сол кезде шығады. Және өзіңіздің асханаңызға қарай бейімдеп алсаңыз болады. Алдын ала мұздатқышта сақтап қойған болгар перецтері бар. Болгар бұрыштары, оны да осы мясорубкадан өткіземін. Және 2 зубчик чеснокты өткіземін. Және де 1 пиязды қосамын. Дәміне қарай тұз, бұрыш және де дәмдеуіштер қоссаңыз болады. Кейде болады аскөк қосамын. Аскөк емес, кинза. Сол кезде люля кебаб бар ғой, котлет сияқты дәмді болып шығады. Және де осы котлетті қалауыңызша әртүрлі пеште пісірсеңіз болады, майда қуырсаңыз болады. Өзіңіздің талғамыңызға, адамның фантазиясында ешқандай шек жоқ. Кухняға келген кезде художник сізсіз. Сондықтан қорықпай эксперимент жасай беріңіз. Және де 1 жұмыртқа қосамын. Жұмыртқа негізі біріктіру үшін. Осы қуырған кезде ажырап кетпеу үшін негізгі соединительный, осы клей сияқты болып есептеледі, сол үшін қосамыз, міндетті түрде ұмытпай. Менің арнамда негізі гарнирге ристі қалай жабыспай, мультиваркасыз шашырап пісірудің точный рецептісі бар, пошаговый. Қазір мен сіздерге оны тез айтып кетейін, бірақ негізі асықпай көрсеңіз дұрысырақ болады. Күріш бір-біріне жабыспас үшін негізі жақсылап крахмалынан ажыратып жуып алған дұрысырақ болады. Себебі крахмал как клей ретінде бұларды бір-біріне жабыстырады. Сол үшін мысалы күріш егіс алқабынан сіздің асханаңызға жеткенше әртүрлі условияда болады. Былайша айтқанда нелерде, мысалы жерге түсті ма, қапқа қалай салынды, қалай упаковка жасалды, сіз оны білмейсіз. Сондықтан осыны мұқият тазалап, бір-біріне үйкеп, кір жуған сияқты 2-3 рет осылай жусаңыз, ішіндегі шаң барлығы кетеді. Және крахмалына тазартып, мөлдіреген су тазарғанша жуа бересіз. Негізгі бір аспаздың видеосынан және де осы лайфхак ретінде айтқаны бар, 7 рет жуу керек деп. Сол видеоны көргелі бері менің негізгі асханамның осы
правиласына айналды. 7 рет мен міндетті түрде жуып шығамын. Мейлі ол палау жасауға болсын, гарнирлерге арналған болсын, 7 рет су мөлдір тазарғанша мен жуамын. Осы крахмалдан ажыратып тазартып жуғанның арқасында және де тағы да 1-2 лайфхактар бар. Соның арқасында үнемі осы рассыпчатый шашырап тұрған күріш шығады менде. Күріштің қай сорты болсын, мейлі олар лазер болсын, мейлі камалина болсын, кез келген сорты осындай шашырап тұрып піседі. Мұқият әдемілеп су мөлдірегенше жуып алған соң негізгі қазанды қыздырасыз. Болмаса осы күрішті пісіретін сотейник болсын ыдысыңызда қыздырып, түбіне кішкене 2 қасықтай май құясыз. Майдың үстіне бірден тұз саласыз. Осы тұз кішкене қызған кезде бетіне осы жуылған тазарған күрішті бірден салып жібересіз. Және де кішкене 1 рет былғап майда қуырып аласыз. Одан кейін үстіне қайнаған кипяток, осы күріштен 1-2 сантиметр ғана жоғары болып тұрған кипяток суын құясыз және де 15 минут кішкене қаттырақ отта қуырасыз, қайнатасыз. Сосын бетіне 2 тілім лимон салып жібересіз. Одан кейін дұрыстап қақпағын жауып тұрып, су тартылғанша баяу отта шамамен 7 минуттай пісіресіз. Одан кейін газды өшіріп, тек қана буда крышканың астында қойып қоясыз. Сонда сізде рассыпчатый күріш пайда болады. Негізгі каналымдағы видеолар көбінесе ASMR ретінде түсіремін. Озвучкамен 1-2 ғана видеом болмаса, көбінесе мен без звука түсірем. Осы озвучканы қайтадан қолға алуды жөн көрдім, видеоларды анықтап түсіру үшін. Және де осы каналға тіркеліп кетіңіз. Рамазан айында алдыңғы видеода айтқандай 30 видео түсіруге тырысамын. Биыл ертерек бастадым, Ережеп айынан бастап, чтобы сіздерге, көрермендерге 30 меню сразу дайын болып тұру үшін. Осы мәзірдегі тағамдарды жеңілірек, оңайырақ, доступный заттармен пісіруге тырысып жатырмын. Және де қасына осы Рамазан бойында тамақтың қасына міндетті түрде клетчатка керек болады. Сол үшін әрдайым тамақтардың қасына салат жасауға әдетке айналдырсаңыз болады. Кейінірек тағы да қандай салаттың түрлерін тағы да бөлісетін боламын, және де көптеген рецепттер салатын боламын. Оларды көру үшін каналға жазылыңыз, мені қолдап кетіңіз, лайк басыңыз, комментарий жазыңыз. Керек кеңестеріңіз болса, оны айтыңыз. Мен осы озвучканы жаңадан басталып жатқаннан кейін қателіктер болуы мүмкін. Орысша қосып сөйлеуім мүмкін, сондықтан көш жүре келе түзеледі. Сондықтан каналға тіркеліп мені қолдай отырыңыздар. Күріштің қасына фри пісіріп, болмаса қасына гречка қосып, әртүрлі сложный гарнир қылып жасай берсеңіз болады. Және де осы котлеттерді мен 1-2 сантиметрдей өте жұқа қылып жасаймын. Себебі тезірек пісу үшін, арасы жақсы пісу үшін әртүрлі формада, өзіңізге ұнаған формада жасай берсеңіз болады. Ауызашарға арналған тағамдарды жеңілірек жасауға тырысып жатырмын. Және де осы идеялар көп. 30 менюді үзбей аяғына дейін жеткізіп түсіруді Алла нәсіп етсін. Былтырдан бері ойымда жүрді сондай идея, қыз-келіншектердің, әйел адамдардың кішкене кешке қарай бас ауыратын осы тақырыпты жеңілдету мақсатында не жасаймын, не пісірем дегенде каналға кіріп, видеоларды қарап, идея алып, солай пісірсе деген мақсатта осындай видеолар түсіруді жөн көрдім. Міне күріштің піскен түрі мына рассыпчатый болып, шашырап, әдемі болып піседі. Бұған мультиварканың да қажеті жоқ, кәдімгі қазанда-ақ піседі. Главное, осы айтқан лайфхактарды қолдансаңыз, әдемі болып піседі. Және де осы гарнирге өзіңіз қалағаныңызша қасына қоссаңыз болады. Рамазан айында ауызашар кезінде негізі міндетті түрде қасына клетчатка қосқан дұрысырақ. Салатты көкөністерді қасына қосып салатпен бірге берсеңіз, қорытылуға да жеңілірек болады. Ас болсын. Мынау котлеттердің в разрезе кесілген кездегі түрі сочный болып, әдемі болып шыққан. Ас болсын. Сау болыңыздар.